Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен корейский пигоди дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі тойымды, дәмді тағам рецепті менімен бірге дайындап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Жылы суымызға 1 чайный ложка толтырып тұрғыш саламыз, және де 1 чайный ложка тұз саламыз. Дәмдеріңізге қарай мөлшерде көрсетілген ұнның барлығын салып, қолымызбен жақсылап қаттылау қамыр илеп аламыз. Осыдан артық ұн салмаңыздар. Осы ұн мен су біріккенге дейін қамыр илеп алыңыздар. Жақсылап бізде осындай әдемі қаттылау қамыр дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, енді осы қамырымызды бетін пакетпен жауып, пешевой пакетпен үстіне сүлгіма немесе көрпе орап жылы жерге қойып қойсаңыз болады. 2 сағатта біздің қамырымыз әдемі болып көтеріліп шығады. Көрпеге ораудың қажеті жоқ. Осылай бетін пешевой пакетпен жауып, бетіне сүлгіма, материал тастап қойсаңыздар болады. Өзі үйдің температурасында көтеріле беретін болады біздің қамырымыз. Енді қамыр көтерілгенге дейін начинкамызды дайындап аламыз. Жарты капуста керек болады, 600 граммдай. Осылай майдалау етіп, салонға етіп турап аласыздар. Және де бір ұштық үлкен пияз, екеу салсаңыздар да болады. 450 грамм фарш саламыз. Ішіне қыз тұрған қазанымызға майымызды құйып, прожаудай жақсылап қыздырып алып, жаңағы бірінші фаршымызды әдемілеп қызартып қуырып алатын боламыз. Менде замороженный фарш болғандықтан кішкене қуырылу аз қиындау болды. Жақсылап қуырып аласыздар. Өзінің суы шығып, суы тартылғаннан кейін, өзінің майына қуырылып атқан кезінде уже пиязды салып, пиязымызды әдемілеп қуырып аламыз 2-3 минут. Одан кейін жаңағы турап алған, дайындап қойған капусталарымызды салып қуырамыз. Оны да 3-4 минут жақсылап қуырыңыздар. Бізде капуста кішкене өлуі қажет. Енді дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, ашығып жемдесеңіздер салсаңыздар болады. Және де кориандр салсаңызда дәмі әдемі болып шығады, ерекше болып. Бетін жауып, 15 минут астын жай етіп қойып қоямыз. Ол кезде біздің қамырымыз осындай керемет болып көтеріліп шығады. Қараңыздар, қолға жабыспайтын осындай әдемі керемет қамыр дайын болды бізде. Жаңағы капустамыз да уже пісті. Бірлегенге салып, суытып қойып қоямыз. Біздің капустамыз начинкасы осындай күшті керемет болып шығады. Түйіп атқан кезінде сіздерге ыстықтай түйуге болмайды, сондықтан бірлегенге салып қойып қойыңыздар. Өзі комнатный температурада тұрып, суый береді. Енді жаңағы столымыздың үстін кішкене майлап жібереміз. Дайын тұрған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Таразға тартып 65-66 граммнан етіп бөліп алыңыздар. Сол кезде піскен кезінде бұл әлі қатты ісінеді. Сондықтан бәрі бірдей болып әдемі болып шығу үшін бірдей етіп размермен граммдап бөліп алсаңыздар, ерінбестен тамақтарыңыз аппетитный түрі әдемі болып шығады. 66-65 граммнан жаңа айтып өткенде осылай бөліп аласыздар. Бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Бізде кішкене осылай ісінеді. Ол кезде жаңағы уже начинкамызда суып тұр. Енді қамырларымызды жайып, видеода көргендей етіп, өріп, түйіп аласыздар. Ішіне 1 қасық толтырып немесе 1,5 қасықтан салсаңыздар болады. Ішіне начинкасы қанша көп болса, пигоди тамағымыз өте дәмді болып шығады. Осылай видеода көргендей етіп түйіп алыңыздар, немесе өздеріңіздің қалауларыңызға қарай түйіп алсаңыздар да болады. Тағы да бірнеше рет көрсетіп өтемін сіздерге түйілу жолын, егер білмесеңіздер. Самсаларға да, пигодиға да бәріне өте керемет кетеді осы түйіс барысы. 1,5 қасықтан сала беріңіздер, толтырып. Бұл әлі бізде қамырымыз ісінеді, ішінде начинкасы аз болып қалуы мүмкін, сондықтан толтырып салып осылай түйіп алсаңыздар, піскен кезінде іші мол болып, әдемі жұмсақ қамырларды өте керемет болып шығады. Осылай барлығына түйіп аламыз.
Бұл кезде уже мантоварканың кастрюліне астындағы суымызды құйып қайнатып аламыз алдын ала. Барлығын түйіп болған соң мантоваркамыздың листini жақсылап майлап аламыз, жабысып қалмау үшін. Негізі қатты жабыспайды. Пиготиларымызды теріп аламыз, арасына алшақтау етіп піскен кезінде ісінеді, сондықтан бір-біріне қатты жабысып қалмау үшін осылай арасына ашып түйіп алыңыздар. Енді қайнап тұрған суымызға қойып, мантоваркамызды жайлап, барлығына 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің керемет пиготиларымыз пісіп шықты. Қараңыздар, осындай керемет болып пісіп шығады. Ісініп, томпақ болып, және де қамырлар өте жұмсақ болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, отбасыларыңызға, балдарыңызға да ұнайтыны сөзсіз. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді